Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын баклажан салатын ұсынбақшымын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және де менімен бірге жасап көріңіздер. Қонақ келгенде таптырмас салаттың бір түрі және де дастарханыңыздың көркін ашады. Ең алдымен бізге баклажан қажет болады. Баклажанымызды жақсылап жуып алып, осындай керек емес жақтарын кесіп тастайтын боламыз. Және де бұл баклажанды ұзынша етіп, жіңішкелеп тураймыз. Достар, біз баклажандарымызды осылай ұзынша етіп және де жіңішке қылып турап алдық. Енді баклажандарымызды екі жағынан ұнға аунатып аламыз және де кішкене сілкіп жіберетін боламыз. Одан кейін жұмыртқаға екі жағынан аунатамыз. Одан кейін құрғақ осы сухарикке екі жағынан аунатып, ыдысымызға барлық баклажандарды дәл солай видеода көрсетілгендей қылып жасап шығатын боламыз. Мінекей достар, біз баклажандарымыздың барлығын дайындап шықтық. Енді осы баклажандарымызды қызып тұрған майға екі жағынан қуырып аламыз. Видеода көрсетілгендей қылып, екі жағын қуырамыз. Яғни баклажандарды қатты қыздырмаймыз, қатты қызартып қуырмаймыз, орташа сарғайғанға дейін қуырамыз. Енді баклажанымыздың ортасына қосатын майонезімізді дайындаймыз. Осы майонез бен чеснокты араластыратын боламыз. Чеснокты майдалап, төрт-піштеп, өте майда қылып турап аламыз. Содан соң осы майонезге қосып, жақсылап араластырамыз. Ал енді салатымызды жинаймыз. Бірінші баклажанымызға осы майонезді жағып шығамыз. Одан кейін аскөкті салып, оның ортасына қызанақты салып, видеода көрсетілгендей қылып, осы баклажанымызды ораймыз. Барлық баклажанды дәл осы видеода көрсетілгендей қылып жасаңыздар. Осы аскөкті орналастырамыз. Одан кейін ортасына қызанақты салып, дөңгелек етіп орап шығамыз. Мінекей достар, дәл осылай барлық баклажандарымызды
дәл өстіп жасап шығамыз. Оралған жағын тәрелкенің астына қарай қоятын боламыз. Өстіп баклажан, одан кейін майонез, аскөк, одан кейін қызанағымызды салып, дәл осылай орап, осылай тәрелкелерімізге орналастырып шығамыз. Өте әдемі болып көрінеді. Мінекей достар, біздің баклажан салатымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді, қытырлақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Дастарханның сәнін беріп тұрады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алда талай жақсы салат түрін, тағам түрін ұсынбақшымын. Ас болсын барлықтарыңызға.